Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен күздің хит салаттарының бірі көк салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен біз видеода көрсетілген барлық көкөністерімізді жуып, тазалап алатын боламыз. Біз бұл салатта сәбіз бен редьканы үккіштен өткізетін боламыз, ал қалған көкөністің бәрін қолмен тураймыз. Менде бұл салаттың мөлшері көп болғандықтан мен 40 қабаттан 2 қосамын. Егер де сіздер аз жасайтын болсаңыздар, әрине азайтуларыңызға болады. Осы дайындап жатқан салатымызға бізге қызанақтың көк түрі жарайды. Егер де түсі әдемі шыққанын қаласаңыздар, онда сіздер қызыл және сары түсінде араластырып турауларыңызға болады. Және де мен бұрыштарымызды әртүрлі түсінен алдым, себебі салатымыздың түсінің әдемі болғанын қаладым. Барлық көкөністерімді турап болдым, және де мен дастарханның үстіне араластыратын боламын. Тұз сеуіп отырып, ең алдымен сәбіз, редька және 40 қабатта жақсылап тұз салып араластырып аламыз. Содан кейін үстіне мен қызанақтарымды саламын, және де тағы бір араластырып аламын. Қызанақтардан кейін мен бұрыштарды саламын да тағы да бір араластыратын боламын. Ең соңында сарымсақтарды салып, тағы бір жақсылап араластыратын боламыз. Егер де араластырып жатқан кезде осылайша су шығатын болса, ол ештен кетпейді. Және де біз ыдысқа салған кезде ол суды құймаймыз. Салаттарды араластырып бастаған кезде шамамен менде 7-8 қасық ас қасық тұз салынды. Менде салаттың мөлшері өте көп болғандықтан мен бірден үлкен ыдысқа салдым. Біздің отбасылық сүйікті салатымыз дайын. Сіздерге де осылай дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.